23 тамыз күні Ресейдің Тверь облысының әуе кеңістігінде Евгений Пригожин мен Дмитрий Уткин отырған вагнерліктердің ұшағы апатқа ұшырағаны жайлы ақпарат тарады. Жалпы ұшақтың құлауына қатысты қазіргі уақытта екі нұсқа айтылуда. Оның біріншісі Тверь облысының әуе қорғаныс жүйелері, яғни ПВО-сының ұшақты атып түсіруі болса, екіншісі ұшаққа жарылғыш зат қойылған, соның әсерінен террорлық әрекет болған дейді. Яғни екі нұсқада адами фактордың әсерінен болғанын көрсетіп тұр. Осы негізде ұшақтың техникалық ақаулардың әсерінен құлады деген нұсқаны бірден сызып тастауға болады. Оның үстінде сол маңда оқиғаның куәгері болған азаматтар бір емес екі жарылыстың дауысын естігенін және ұшақтың құлаған сәтін видеоға түсіріп алған болатын. Бұл видеоларға назар аударатын болсақ, ұшақ әуеде жанып келе жатыр және ұшақтың бір қанатының жартысы жоқ екені байқалады. Демек, сөзсіз ұшаққа не зымыран соққысы болған, не ұшақта жарылыс болған. Яғни ұшақ қандай да бір адами фактордың әскери операцияның негізінде көзі жойылған дегенге тура келеді. Жалпы ұшақта 10 азамат болған, 10 азаматтың 7-еуі вагнерліктер болса, қалған 3-еуі ұшқыштар, яғни бортқа қызмет етуші персоналдар болған. Қазіргі уақытта енді ұшақта Пригожин мен Уткиннің нақты болғаны болмағаны жайлы ақпарат жоқ. Себебі Ресей билігі бұл ұшақта болған азаматтардың қаза тапқаны жайлы ресми мәлімдемені жасаған жоқ. Қазіргі уақытта шығып жатқан мәлімдемелерге назар аударатын болса, олар көбінесе бұқаралық ақпарат құралдары, телеграм арналар және Росавиацияның тізімі. Росавиацияның тізіміне назар аударсақ, бұл ұшақта 10 азаматтың болғаны, оның ішінде Пригожин мен Уткин есімді азаматтардың да ұшаққа отырғаны жайлы жариялайды. Бірақ осыған дейін BBC-дің жариялаған зерттеулеріне назар аударатын болсақ, Уткинде, Пригожинде жалпы ұшаққа отырған сәтте алыс сапарлар кезеңінде двойниктерді қолданған. Двойник деген сәтте енді бұл кезде түрлері ұқсас азаматтарды емес, фамилиясы мен аты жөні бірдей, Пригожин мен де Уткин мен де бірдей азаматтарды қолданғаны жайлы өзінің зерттеуін жариялаған болатын. Бұл қауіпсіздік шараларының мақсатында ұшаққа отыру кезеңінде тізімде тіркелу үшін осындай амал-айларды қолданып келген. Тіпті Пригожиннің Литваға жасаған сапары кезеңінде де Пригожин мен аты бірдей азаматтың Литваға кіріп шыққаны және осы арқылы натолық қорғаныстың әлсіз екенін көрсетуге тырысқан жайлы да зерттеу жұмысы осыған дейін жарияланған болатын. Жалпы ұшақта Пригожин мен Уткиннің болған-болмағанын ресейлік билік 1-2 күннің ішінде жариялайды. Себебі ұшақта болған азаматтардың барлығы дерлік жерге соғылғаннан және жарылыс салдарынан жанып кеткен. Сондықтан сөзсіз бұл жерде медициналық экспертиза қажет болады, яғни ДНК алу қажет деген сияқты. Соның нәтижесінде қаза тапқандардың аты жөні түр сұлбасы белгілі болады. Олар жайлы ресми ақпарат жарияланады деп айтуға болады. Дей тұра Пригожиннің және Уткиннің осы ұшақта болуы немесе болмауы бұл апаттың жалпы Вагнер бүлігіне және Вагнер жеке әскери компаниясының осы уақытқа дейінгі қызметіне үлкен нүкте қойды деп айтсақ болады. Бұл сөзсіз Ресейдің сыртқы саясатына да тікелей әсер етеді. Себебі Ресей Африкада үлкен саяси және геосаяси жоспарларды алға қойған болатын. Ол жоспарлардың басым көпшілігі жеке әскери компаниялар, оның ішінде Вагнер жеке әскери компаниясы арқылы жүзеге асып келді. Осы уақытқа дейін Ресей Ливияда Халиф Хафтармен немесе Малиде, Орталық Африка республикаларында, соңғы уақытта Нигерде байланыстарды жеке Вагнер жеке әскери компаниясы арқылы жасап келді. Осы арқылы өзінің саяси, геосаяси мүдделерін алға жылжытуға тырысты. Одан бөлек жалпы ресейлік олигархияның да ЧВК Вагнермен тікелей байланысы бары анықталған болатын. Жалпы санкцияға ілінген олигархтар қаржысын молайту мақсатында санкциялық шектеулерді айналып өту үшін жеке әскери компанияларға жүгіну тәжірибесі ежелден бар. Жеке әскери компаниялар қандай да бір саяси режимдерге қызмет етеді, олардың жаңағы режимдерін қорғайды, кеніштерді күзетеді. Осы арқылы ақысына қандай да бір ресурстарды алады. Көбінесе бұл қаржылай емес, ресурстық деңгейде беріледі. Әсіресе Африка мемлекеттері алмазбен немесе мұнай кеніштерімен жаңағы өтемақыны төлейді. Бұл ресурстарды қара нарықта сату арқылы жеке әскери компаниялар пайда табады. Пайдасының жарты бөлігін жеке әскери компаниялардың қызметін жүзеге асыруына мүмкіндік беретін олигархиялық топтарға бөліп отыратыны ежелден белгілі жүйе схема болып табылады. Жалпы Вагнер жеке әскери компаниясы да осы жүйе бойынша жұмыс істеген. Бұл жүйенің кеңінен тарауына ресейлік олигархия
мүдделі болған, себебі соңғы уақытта ресейлік олигархтардың басым көпшілігі санкциялық тізімге іліккендіктен олар өзінің қаржысын, капиталын молайту үшін осындай заңды айналып өту жолдарына жүгінген болатын. Сондықтан сөзсіз Вагнер жеке әскери компаниясының басшыларының қаза табуы бұл Африкадағы Ресейдің саяси геосаяси ықпалын азайтуы мүмкін. Одан бөлек Беларусь жеріндегі де Ресейдің Вагнердің жалпы әлеуетін азайтады. Бұл Вагнердің Украинаның Киев облысына жасауы мүмкін деген шабуылының ықтималдылығын азайта түседі. Сонымен бірге Польшаға, Балтық елдеріне жалпы төнуі мүмкін қауіпті де біршама азайтады. Дей тұра Вагнердің осымен толыққанды әлеуеті аяқталды деп айтсақ болмайды. Қазіргі уақытта Вагнердің қолбасшыларының қаза тапқанына қарамастан Вагнерде 20 мыңға жуық жалдамалы жендет бар. Және оларды басқаратын қолбасшылар бар. Егер олар Ресей билігімен келісімге келе алмаса, ендеше Ресей билігіне қарсы тағы да бір әскери марш жасауы ықтимал. Ал Ресей билігіне келетін болса, ендеше Вагнер жеке әскери компаниясы толыққанды Ресей қорғаныс министрлігінің құрамына өтеді. Бұл қандай да бір келісім шарттар жасау арқылы жүзеге асуы мүмкін. Ал егер де келісе алмаса, ендеше біз 23 маусымда болған сияқты марш, әділеттілік маршының екінші сериялын көріп қалуымыз әбден мүмкін. Осы оқиға жалпы Ресей билігіндегі ырду-дырдудың күшейгенін көрсетті. Вагнер мен қорғаныс министрлігінің арасындағы күрестің пигі осы болса керек, шырқау шегі, және бұл Вагнерлік қолбасшылардың қаза табуымен аяқталды. Бірақ Ресей билігіндегі элитаның бөлінісі дәл осы оқиғамен аяқталды деп айтсақ болмайды. Оның көріністері жақын арада экономикалық кризистердің күшейген сәтінде тағы да бір мәрте байқалуы ықтимал.